Әйелін өсірмеген ер өз ұрпағын әлсіретеді. 100%. Егер де ана расында ойлау қабілеті өте төмен болатын болса, оның балалары да солай болу ықтималдылығы жоғары. Сондықтан айтатын бұлар жаңа алып анадан туады деген. Кез келген мықты ердің арқасында әйел тұрады дейді қазақ. Негізінде сіздің айтылып жатқан сөзіңіз, айтып жатқан сөзіңіз бір біз талқылайтын сөз емес негізі. Бұл ғасырлар бойы дәлелденіп қойған дүние. Сіздің айтып жатқаныңыз енді басқа бір еркектердің позициясына байланысты шығар, жаңағы шектеу, өсірмеу, мүмкіндіктер жаратпау деген сияқты. Мен бұның бәріне қарсымын. Әйел адам көзі ашық болу керек. Сен шетелге шықсаң бірге шық. Оқысы келген нәрсесін оқысын, қалаған кітабын жаңа тапсырыс бере алсын, құрбыларымен кездесу керек болса кездессін, оның ойы ашық, көкірегі ояу, ойлау көкжиегі өте жоғары болу керек. Сенің мысалы айтып жатқан сөздеріңді қабылдау үшін, қоғамдағы болып жатқан құбылыстарды сіңіру үшін деген сияқты сол дүниелерді анализ жасап, ертең баласына бір нәрсе айта алу үшін ол өзі сол жақтарда жүріп анализдер жасау керек. Ер адам әйел кісіге жауапты деген позицияда болса, онда әйел адам үшін бәрін жасап беру керек.